Сәлем достар, бүгін мен салтанат, бүгін қаттылық қаптаманның дайындайтын боламыз. Осындай қаттылық болып шыққысы келсе, онда менің рецептімді қайталаңыздар. Алдымен бірінші су, сосын тұз қосамыз. Тұзды ерігенше араластырамыз. Содан соң енді ұн қосамыз. Оннан қамыр елейміз. Иілеген қамырды енді 8-ге бөлеміз. Салмасына ұсақтап жуа тураймыз. Енді ерітілген сары майды жағамыз. Енді ұсақталған жуамызды саламыз. Сосын орама қол ораймыз. Енді орамамызды жаямыз. Қызып тұрған табаға орамамы салып, екі жағын қыздырғанша пісіріп аламыз. Қандай дәмді!